Маңғыстаудың құзырлы органдары. Маңғыстаудың құзырлы орган ішінде ДВД-да біздің кім ағамыз отыр мына. Маңғыстаудың адам болғасын ағамыз дейміз ғой, өзіміздің адайдан шыққан алғашқы генерал деді құрметті Сағынбаев мырза, кешіресіз. Осыны өзіңіз под свой контроль алыңыз. Өзіміздің киелі жерімізге келіп, даладан басқа жақтан келіп, көтін ашып видео түсіріп, еще біздің балаға бір какой-то құрттай балаға жала жауып, какой-то оған арыз жазып, еще морально өшіріп алам десе, ол жақсылық күтпесін, бүткіл Маңғыстау халқынан. Пока үндеуді тек өнерпаздар жасады. Бүткіл біз мұнайшы бар, басқа бар, біз сізге үндеу жасап тоқтамай қояйық. Сондықтан, пожалуйста, мына баланың делосын жабуға, штрафын беруге, минимальный образы. Сосын мына екі айуанды, азғынды елден біздің Маңғыстаудан қуыңыздар. Вот с этим, наверное, только мы халқы успокоимся. Так что көтендерін қысқан, үйтіп, уйбай деп нажалыс давить етпе, бір саған біреудің көтін жала қатынның, яғни сор деген жоқ. Февраль айында бір 20 күн жасады. 20 күн жасады. 20 күнде де онда да тек 3 күн ақ барды қасына. 3 күн ма 4 күн ақ барды. Сонда да ақшасын бермеген, такси жалдап жіберем деп, таксидің ақшасын да бермеген, таксиді шақырмаған. Бұл қашып кетеді. Менің балам қыстың күні айдалада, 16 жасар балам тоңып, қалтырап, айдалада тұрып, әрең дегенде такси шақырып, келіп өзім төледім. Сосын айттым, қоя сал, жасамайық та қойшы бұндай адаммен. Белгілі болды ғой, қандай адам екен, қоя сал, жасамайық дедім. Енді міне нәтижесі. Ол телефоны ұстамаса, физай деймін дед, сол затын аша алмаса, мен балым аша алмайды ғой затты. Өзінің түрі керек қой оған. Любой адам оны білетін шығар енді, өзің түрімен ашадың, тек қана өзің түрімен ашадың. Ол физай деген қайда, галерия қайда, галериядан случайно кетіп қалды сен балаңа дейді. Кетіп қалған жағдайда қарамай ма? Қарамай ма соны кетіп қалған жағдайда? Неге қарамайды? Мен қандай видео жіберіп атам деп. Любой адам қарайды ғой, мен қандай видео жіберіп атам деп. Бұлардікі жаңа не екен? Явно білдік қой. Айтады жаңа өз айтқан жоқ енді, сол жердің бастығы ма, замы ма айтып келіп тұр, біздерге видео түсіріп берін, кешірім деген дейді. Мен не үшін кешірім видео түсіріп беруім керек? Біз жасаған жоқпыз оны. Біз істеген жоқпыз. Не үшін кешірім видео жасап беруіміз керек деймін да мен. Менікі дұрыс емес па? Білмеймін. Біз деген шырпыр болып жатырмыз, мынаяқта 16 жасар баланы қаралап жатыр. Сотқа өтіп кетті. Әлі 11 сынып бала, енді ұбт-ға дайындап жүрген бала еді. Болашағы не болады түсінбедім. Кімнен көмек сұрайын білмеймін. Тіпті жаңа сіздің историяңызды қарап отырсам, білмеймін енді. Басымды қайтас құрарым, не болатынын да білмеймін. Бізге кешірім сұрап берін дейді. Мен кешірім сұрамаймын дедім. Мен баламды да өтіп видеоға түсіріп кешірім сұрамаймын. Мен қарсымын мұндайға дедім.